Негізі мен бұл сабақты Reaper'дің курсына қосқым келген жоқ, бірақ ақтөбелік досым Мұрат Көлетенов маған айтқан болатын, Reaper'ге өзің жасаған бір битті ашып, қалай жасалған көрсетіп кетсең деп. Және де бүгін сол биттерді қалай жасағанымды көрсетейін. Маған өзіме қатты ұнайтын биттердің бірі Тұрардың неге деген өлеңі. Ол үшін бір рет тыңдап көрейік. Бүгін осы битті қалай жасалғанын көрсетейін. Міне проектісі. Проектте шамамен 36 дорожка бар. Яғни оның 16-сы дауыстар, қалған дорожкалар, биттің дорожкалары. Ең бірінші битті неден бастадым? Әрине мен драм секциядан бастаған болатынмын. Ал төбесіне тұрған дорожка ол біздің сведениеден және мастерингтен өткеннен кейінгі аудио дорожка. Көріп отырғандарыңыздай, бұл дорожка біздің мастер каналға шыққан жоқ. Тағы да бір көрсетіп өтейін, ол қалай жасалатын. Раутинг таңдаймыз және мастер сентті алып тастаймыз. Және add new hardware output таңдаймыз. Сіздің картаңыздың шығыстарын. Бірінші бочкадан бастайық. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде бочкадан барлық бочкалар 0 тұр, кейбіреулері минус 550 децибелға шейін түсіріліп тұр. Айтымнан түскен, яғни міне. Не үшін олай жасадым? Яғни минуста кішкене қозғалыс болу үшін. Ешқандай да қиындығы жоқ. Мысалы, бірінші такта бочка басталады. Темп бізде 130. Тональность до диез минор. Так, екінші бізде снейр кетеді. Ал егер мен кейбір бочкалерді волюмын түсірмейтін болсам, ол кезде былай естіледі. Ал енді түскен вариантын тыңдап көрейік. Көріп отырғандарыңыздай битте уже қозғалыс бола бастады. Келесі бізде head. Мен headке мүлдем қиналған жоқпын. Сэмплді ала салдым. Ол осындай сэмпл болатын. Келесі мен бұл битте жалғыз-ақ ойнаған MIDI файлым бар, яғни ол 808. Тыңдап көрейік. Бұл 808 сэмпл емес, яғни ол серумнан алынған. Серумдағы пресет 808 Cheiron деп аталады. Және 808-дің каналында бізде сайдчейн бар. Көріп отырғандарыңыздай, бочка ойнайтын жерде біздің 808 басымыз, яғни шамамен -4, -5 децибелға шейін қысылады. Не үшін? Яғни бочкаға пространство қалдыру үшін. Екеуі бір-бірімен конфликт болмау үшін. Қазір міне көрсетейін, егер сайдчейн болмаса, ол былай естіледі. Ал енді сайдчейнмен бірге. Ұмытып баратым. Екінші инструмент ойнаған екем, яғни стринг. Стрингта тек қана бір-ақ нота тұрады. MIDI ұзағынан өлең біткенге шейін болды. Келесі бізде басты өтетін заттардың бірі, яғни ол бізде гитаралар. Гитара үшін Дәулет Туменов досыма рахмет айтам. Сол ойнап берген болатын үйінен. Қазір көрсетейін. Бірінші бізде гитаралау. Бұл жерде ешқандай көп эффекттер қолданған жоқпын. Яғни бұл жерде не бар бізде? Сатурация, Decapator, Sound Toys компаниясынан P стайлын таңдаған болатым. Басқа ештеңе қосылған жоқпын мүлдем. Жоқ. Тонды
даркке апарыппын. Яғни низкочастотный инструмент болғаннан кейін бұл жерде высокий частоты керек емес деп ойладым. Келесі бізде Claw Guitars, кішкене reverb бар, компрессор және sub. Одан кейін fa фильтр. Керек емес частоталарды алып тастағам. Келесі гитара бізде бастапқы мелодияны ойнайды. Бұл жерде бағанағыдай Claw Guitars, компрессор, reverb, delay және pitch стерео және sub қосылып тұр. Келесі одан кейін бізде сатурация, Soundtoys компаниясының радиатор деп аталады. Бұл жерде тек қана басты ғана шығарған болатым. Келесі fa фильтр. Бұл жерде де низасы мен высокий частоты және керек емес частоталар қиылған. Ал енді bypass pass тыңдап көрейік. Енді эффекттермен бірге тыңдайық. Келесі гитараны да ашайық. Келесі ойнаған инструмент ол string, Avenger-дікі. Пресеттің аты String Thin Cello деп аталады. Бірге тыңдап көрейік. Барлық бит негізі осылай жасалған болатын. Қалған ешқандай инструменттер жоқ бұл жерде. Қалғанның барлығы көптеген эдлиптар, vocal effects-тер болатын. Енді келесі тағы бір эффект жасаған болатын. Бұл жерде бұл гитара. Сол гитараны тыңдатып көрсетейін сіздерге. Бұл бір мелодия ойнап жүрген, бірақ ол мелодия қатты ұнамағандықтан осындай эффекттер жасап тастаған болатынмын. Қазір мен тағы да мына жерде бар. Бастысы бұл жерде реверс гитаралармен гитараны өзі. Мына жерде мысалы реверс гитара. Негізі ол алдында мұндай гитара болған. Осы кнопка арқылы реверс жасаймыз. Бұл жерде де декапиатор тұр. Және Claw Guitars. Және fa фильтр. Бірге тыңдап көрсетейік. Тағы да бір зат көрсетейін. 8-8-де мысалы мына жерде слайдтар ойналады. Оны серумда жасаймыз, яғни бұл жерден серумна моно тыңдаймыз, легати және партаментіне қалағанша қоямыз. Ұнаған звук алам деген кеше. Мысалы менде мына жерде 25 миллисекунд тұр екен. Жаңағы реверс жасаған гитараның мелодиясы ол мынау. Келесі бізде тағы да дорожка, куплетте, яғни перс луп деп аталады. Хеттер мен перкуссия. Келесі SVX-тер. Осындай. Контекстте тыңдап көрейік бірге. Ең сүйікті мен көп қолданатын тректерде, биттерде, яғни ол vocal effects-тар. Көп қолданам өз басым vocal effects-тарды, яғни трекке көптеген атмосфера береді. Мысалға, мынандай. Бұл да sample. Бір жерден қиып алдым немесе. Мына жерде де бар ондай. Мына жерде де. Келесі бізде тағы да vocal effects-тар. Тыңдап көрейік.
Көріп отырғандарыңыздай Vox FX-тер әр жерде әртүрлі. Ал егер оған мьют қоятын болсақ, тректің атмосферасы мүлдем өзгереді. Мен көбінесе MIDI-ден ойнағаннан көрі, осындай әрбір сэмплді алып, қиып, панорамировать етіп, оған эффекттер қосып әртүрлі. Солай жасағанды ұнатам. Мысалы, осы Vox FX-та бізде ревербератор тұр, Valhalla Vintage Verb. Қосымша атмосфера беру үшін. Келесі бізде тағы да сэмпл. Ол сэмплді ешқандай да қиған жоқпын. Қалай алдым, солай салдым. Көрсең қандай эффект екен. Бұл да тоже атмосферный эффект. Дәл осы атмосфералық эффект осы тректе үлкен рөл атқарады. Мысалы, осы атмосфералық эффект кейбір жерлерде 12 октаваға, бір октаваға төмен түсіп кетеді. Мысалы, мына жерде куплетте. Ал қайырмада ол өзінің октавасында ойнайды, куплетте бір октаваға төмен түседі. Неге? Қайырма кішкене драйвовый болу керек, ал куплеттерде көп инструменттердің қажет жоқ. Мысалы, осы жерде солай ойналған. Тыңдап көрсетейін қазір. Бұл атмосфералық эффектінің үлкен рөлін көрсетейін тағы да. Мысалы, атмосфераны мьютқа қоя отырайын. Трек кішкене пустой сияқты болып көрінеді. Ал егер атмосфераны қосатын болсақ, тректе объем пайда болады. Келесі бізде куплетте пианино бар. Екі жерде ол, бірінші осы жерде, және ол жерде фаб фильтрмен низасымен высокий қиылған. Екінші бөлімінде сэмпл қалай тұр, солай ойналған. Тыңдап көрсетейін. Бұл сэмплдің сіздерге оригиналын көрсетейін. Негізі ол мынандай сэмпл болған басында. Және оның темпі бөлек болған болатын. Ол оригиналда осындай сэмпл болған болатын. Және де мен оның керек емес аккордтарын алып тастадым. Тек осы жерін қалдырған болатын. Осы жерден тыңдап көрсетейін. Осы битте барлықтары негізі сэмплден құралған болатын. Мен әрқашан биттердің барлығын сэмплмен құрайым. Солай ыңғайлы маған. Неге? Өйткені мен MIDI-ден ойналмаймын ештеңе. Осылай ұнайды маған. Келесі бұл жерде де вокал эффекттер. Келесі тағы да эдлиптер. Бұның барлығы тұратын дауыстары. Көріп отырғандарыңыздай бұл жерде барлық эффекттер қойылып қойған. Яғни мен эффекттердің барлығын жасалғаннан кейін компьютердің процессоріне салмақ түсірмеу үшін барлығын рендер жасап аламын. Және де бүкіл эффекттермен қоса мен сведениеге солай жіберемін. Не үшін? Ояқта сведение жасайтын звукорежиссер барлығын жасап өзінің уақытын құртпау үшін. Ал битмейкердің мақсаты, яғни ол өзінің ойындағы эффекттердің барлығын жасап жіберу. Тағы да intro vocal effects. Бұл vocal effects-қа Наргиза Кудренова рахмет айтам. Алдында солардың үйінде болғанда, үйінде Focusrite микрофон болатын болған. Сол кезде содан жаздыртып алған болатынмын. Бұны жазып алғаннан кейін оригиналы бөлек болатын. Мен оны көптеген эффекттермен түрлендіріп тастаған болатынмын. Яғни формантылармен ойнап,
Келесі Тұрардың дауысынан осындай эффект жасаған болатынмын. Енді бірге контекстте тыңдап көрейік. Барлық бит болғаны осы ғана. Мен бүкіл биттердің барлығын осылай жасаймын. Яғни ол драм секция және 808 ең басты мелодический бір инструмент және қалған барлығы атмосфера. Келесі бізде тұрғандар олар дауыстар, лид вокал, фальцет дауыстар және низа дауыстар және whisper. Осындай. Мен әрқашан дауыс жазған кезде бірінші лид вокал жазам, содан кейін көптеген бэк вокалдар жазам. Яғни ең басты көп жазатын бэк вокалдардың бірі, яғни менде ол фальцет және низкий голос. Ал терцияларды көбінесе жаза бермеймін. Не үшін? Өйткені олар жазғаннан кейін өлең попса болып кететін сияқты. Ал енді оригинал өлең тыңдайық, сведение өткеннен кейінгі вариантын. Менің саған айтарым көп, бірақ айқайласам да басқа сөздердің артынан еріп, дым шықпайтынын, сен алмайтынын енді жүріп. Неге мұңайдың сен, неге не болса да дәлелеймін, кешір мені, сен ешкімге бермеймін, мен дәлелеймін, қиын болса мейлі. Көріп отырғандарыңыздай барлығы оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Осылай жасалған болатын биттер. Және де менің көп қосатын фишкілердің бірі, яғни қайырмаларға, ол яғни жоғарғы частоталық инструменттер. Мысалы, мына жерде қайырмада стринг бар, тек қана бір-ақ нота ойнап тұр. Не үшін бір-ақ нота ойнап тұр, көп ноталар жоқ. Бұл да атмосфераны беріп тұр. Яғни егер стрингті мьютер етіп тыңдайтын болсақ, трекке бір зат жетіспейтін сияқты. Ал егер стрингпен тыңдайтын болсақ бірге. Битте өзі басқаша атмосфера болады. Не үшін осындай высокий частоталық инструменттер керек қайырмада? Яғни куплет пен қайырманың айырмашылығы болу үшін және де қосымша атмосфера беру үшін. Яғни ол тек қана стринг емес, ол жерде басқа да флейта, немесе лид сияқты легато инструменттерді қосуға болады. Қазір енді қарап көрейік вокал эффекттерді қалай жасағанымызды. Ол үшін Reaper'дің историясына көз жүгіртеміз. Қай кезде жасалғанымызды тауып алайық. Қалаған біреуін аша салайын. Историядан қалай жасалғанымды тауып алдым. Енді қараңыздар, бұл жерде вокал эффекттерге не салғанымды. Яғни бірінші ол фаб фильтр, низкий частота мен высокий частота қиылған. Келесіде бізде Soundtoys компаниясының эффектісі, яғни ол Little Alter Boy деп аталады. Бұл жерде бірақ ештеңе қосылмаған. Қазір не үшін екенін көресіздер. Және келесі бізде One-Off фильтр Waves компаниясынікі. Және Valhalla Vintage Verve және H-Delay. Көріп отырғандарыңыздай бұл жерде 3 автомизат жазылған. Яғни біріншісі формантыға, екіншісі One-Off фильтрге және үшіншісі Valhallaға жазылған екен. Қазір көрсетейін. Тыңдап көрсеңіздер, мына жерден көруге болады. Бұл жерде фильтр жабылады, яғни соңғы нота, керісінше реверб ашылады.
Тағы да бір рет көрсетейін. Ал келесі дауысты тыңдайық. Яғни ол осындай болған болатын. Наргизаның дауысы. Бұл обработкасыз. Енді біртіндеп ашып көрсетейін. Бізде бірінші автотюн тұр. Тональность бойынша до диез минор және ретюн спид шамамен 24-те тұр. Келесі бізде Little Alter Boy тұр. Sound Toys компаниясының. Бұл жерде форманты 2/6. Көріп отырғандарыңыздай, мына жерде кішкене Little Alter Boy шайып кеткен, но бірақ әдемі естіледі. Өзінше бір эффект беріп тұр. Келесі бізде фа фильтр, тек низаған алынған, және компрессор T-Rex White Two-Way. Келесі ол Valhalla Vintage Verve және H-Delay. Ал енді контекстте тыңдап көрейік. Қазір ашайын. Контекстте ол бұлай болады. Ал енді без эффект тыңдап көрейік. Ол үшін эффекттердің бәрін сөндірейік нақтан. Ctrl-C және екінші проектке Ctrl-V. Бұл эффектсіз варианты. Енді біз жөнделген вариантпен. Осылай, негізі бұл Reaper'дің курсы болғандықтан тезес көрсетіп өттім. Келесі курстарда мен толық битті басынан бастап қалай жасалатынын көрсететін боламын. Және бұл Reaper'де тек қана 1-2 шолу болып өткен болатын. Негізі мен бит жасаған кезде көбінесе бағана айтып өткенде тек сэмплированияны қолданам. Яғни көптеген менде сэмпл пактар бар. Содан керегін қиям, қырқамын, және тональсын өзгертем, және BPM-ін өзгертем. Яғни биттерді әдемілеп жасау үшін. Ең бастысы бит жасаған кезде ол көптеген дорожкілер жазудың қажет жоқ. Ең басты ол жерде драм секция болу керек, 8-8 бас, главный мелодия және атмосфералық звуктар осындай. Не үшін? Минус скучно болмау үшін тыңдаған адамға.